Сарайшық. Азия мен Еуропаны байланыстырған алтын көпір. Ұлы жібек жолының маңызды ірі нүктесі. Ұлы жібек жолы дүниежүзілік өркениеттің ғажайып жетістігі болғанына адамзат тарихы куә. Әр елдегі ғылыми жетістіктің, жаңа ұтымды технологиялық шешімнің, әдебиет пен өнердің озық туындысының, құнды мәдени мұралар мен өмірлік маңызды тәжірибелердің бір аймақ шегінде қалып қоймай, дүниежүзілік өркениетпен араласуы, бірін-бірі байытуы үшін, сондай-ақ урбанизациялық үдерістің тездетуіне, қазақ даласында отырықшылық пен қала мәдениетінің жедел дамуына жібек жолының ықпалы зор болған. Міне сондай қалалардың бірі ортағасырлық Сарайшық қаласы. Ол Қытай, Үндістанды Қара теңіз аймағымен байланыстырған сауда жолының бойындағы көне шаһар. 9 жолдың торабында орналасқан ортағасырлық Сарайшық Азияны Ұлы жібек жолы арқылы Еуропамен байланыстырған алтын көпір. Немесе шығыс пен батыс елдері ортасындағы сауда-саттық орталығы болған қала. Керуен сауда жолы экономиканы, халықтар арасындағы тіл, дін, әдет-ғұрып және мәдениеттің дамуына үлкен септігін тигізеді. Сонымен қатар, өлке тарихына қатысты жазба деректердің қалыптасуына мүмкіндік берді. Сарайшықта салтанатты сарайлар, мешіт, медреселер, моншалар, басқа да ғимараттар бой көтерген. 1333-1334 жылдары Сарайшықта болған араб саяхатшысы Ибн Батута қалада жылқылардың өте арзан екеніне назар аударған. Ол Алтын Орда астанасы Сарайдан Сарайшыққа 10 күнде жеткен. Осымен бейнеролигіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.